Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Біз бүгін сіздермен модульдік теңдеулер деген тақырыпты қарастырамыз. Ең алдымен модульдік теңдеулер дегеніміз не, соған тоқталып өтейік. Яғни теңдеудегі белгісіз айнымалы модуль таңбасының ішінде келсе, онда мұндай теңдеу модульдік теңдеу. Яғни алдарыңызда екі теңдеу, екеуінің қайсысы модульдік теңдеу, қайсысы модульдік теңдеу емес, оны ажыратудың жолы өте оңай. Мен сіздерге айттым, x белгісіз айнымалымыз модуль таңбасының ішінде болатын болса, онда ол модульдік теңдеу. Ал екінші теңдеуде бізде x айнымалы ешқандай модульдің қатысы жоқ, демек бұл жай ғана қарапайым сызықтық теңдеуге жатады. Ал біз сіздермен модульдік теңдеуді шығарудың әдісін көрсетейік. Яғни біз білеміз, модульдің қасиеті бойынша модуль өзінің ішіндегі кез келген санды немесе кез келген өрнекті оң мәнде шығарады. Яғни сондықтан модуль ішіндегі өрнекті екі жағдайда қарастырамыз. Біреуі оң және біреуі теріс. Алдымен x плюс 7 оң жағдайда қарастырамыз 11-ге, ал екінші жағдай x плюс 7-міз тең болады минус 11-ге. Бізде қарапайым жүйе ретінде алуға немесе жеке-жеке шығаруға да болады. Бірінші теңдеудің жауабы сызықтық теңдеу қарапайым 7 плюс 7 қарама-қарсы жаққа минус таңбамен өтеді. Сонда бірінші жауабымыз 4, екінші жауабымыз x-тен минус 11, минус 7 ол бізге береді минус 18-ді. Екі жауапты да орнына қоятын болсақ, плюс 11 деген жауапты қанағаттандыратын теңдеу шығады. Міне осылай ғана қарапайым шығатын есе. Енді біз сіздермен келесі күрделі есепті қарастырайық. Яғни бізде бір емес екі модуль берді. Яғни екі модульдің ішінде екі өрнек, яғни олардың қосындысы 12-ге тең болу керек. Әрине ол алғашқы талдаған есебімізден шамалы күрделі, бірақ шығару жолын түсініп алсаңыз өте қарапайым есеп. Ең алдымен модуль ішіндегі өрнектердің 0-ге теңестіретін, 0-ге айналдыратын мәндерін табылайық. Ол үшін модуль ішіндегі өрнекті жеке-жеке 0-ге теңестіріп аламыз. 0-ге айналдыратын мәнін тауып аламыз. X-міз яғни бұл жерден минус 7-ге тең. Екінші өрнек x плюс 3-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Бұл жерден бізге шығады минус 3. Бізде яғни көріп тұрғандарыңыздай минус 7 және минус 3 модуль ішіндегі өрнектерді 0-ге айналдыратын мәндер. Яғни бұны интервалдар әдісіне саламыз. Интервалдар әдісі бойынша алдымен бізде минус 7 орналасады, одан кейін минус 3. Осы аралықтарға сәйкес модуль ішіндегі өрнектердің таңбасын анықтаймыз. Яғни жай ғана қарапайым кесте салдым, оның алғашқы бағаны бірінші өрнекке тиісті, ал екіншісі екінші өрнекке тиісті. Ал енді таңбаларды қалай анықтаймыз, бұл өте қызық. Алдымен минус 7-ге дейінгі кез келген санды x-тің орнына қоямыз. Мысалы, минус 8-ті қойсақ, таңбасы бізде минус болады. Екінші, осы екі санның арасындағы кез келген санды қойып көрейік. Минус 4-ті қойсақ, x-тің орнына, онда 7 минус 4 бізде плюс таңбаны береді. Минус 3-тен үлкен санды қояйық, мысалы 0. 0-ті қойсақ, бізде тағы да плюс таңба шығады. Дәл осы жағдайда екінші өрнекке қойып көреміз. Кешіріңіздер, мұнда x плюс 3 екен. Қателестім. Минус 7-нің алдында минус 8 қояйық, таңба минус. Екеуінің арасындағы минус 4-ті қойып көрейік, таңба тоже минус. Одан кейін минус 3-тен үлкен сан 0-ті қойсақ, таңба бізде плюс. Яғни бұл деген нені білдіреді? Алдымен екі модульді минус таңбамен ашамыз. Екінші болып алғашқы өрнекті плюс таңбамен, екіншісін минус таңбамен, үшінші болып, үшінші жағдай бізді екеуінде плюс таңбамен ашамыз. Ал енді үш жағдайды қарастырып, үш теңдеуді шешеміз. Бірінші жағдай, екі модульдік өрнекті де мен минус таңбасымен ашуым керек. Яғни 7 плюс x. Мен бұны өзім айтқандай минус таңбамен ашуым керек. Демек, жақша қоямын, алдына минус қоямын. Келесі, мына плюс уже минуспен ауысып кетеді. Минус x плюс 3 тең 12. Еш ойламаңыз, қиындығы жоқ. Минус 7 жақшаны ашамыз. Минус x минус 3 тең 12. Есептейміз. Минус 2x. Минус 7, минус 3, минус 10. Ажаққа плюс 10 бар болып барады. Сонда 22 x-міз тең минус 11-ге тең. Минус 11 орнына қойсақ қанағаттандырады жауапты. Бұл бірінші жағдай. Бірінші жауап шықты. Екінші жауап. Алғашқы модульдік өрнекті плюс, екіншісін минусқа ашамыз. Яғни 7 плюс x, екіншісін қарама-қарсы таңбамен. x плюс 3 тең 12. 7 плюс x минус x плюс 3. 7 плюс x минус x минус 3 тең 12. Қарап тұрсаңыздар, 2x қысқарып кетеді, 7 минус 3 4 тең 12. Екеуі тең болмайды, яғни бұл екінші жағдайдың шешімі жоқ. Ал енді ең соңғысы екеуінде плюс қосамыз. Мұнда аша салайық. 7 плюс x плюс x плюс 3 тең 12. 2x 10 ажаққа минус болып барады. Сонда 2 қалады бізде, x-міз 1-ге тең.
яғни 1 және -11 деген екі шешім шықты. Яғни бұл теңдеудің екі жауабы бар. Осы екі жауапты қойса қанағаттандырады. Осылай кез келген қиын есепті қарапайым түрде түсініп алсаңыздар, ұбт-да қиналмайсыздар. Құрметті оқушылар, егер де бір қандай да бір осы видео бойынша сұрақтарыңыз болса, астында көрсетілген WhatsApp желісіне немесе Instagram желісіне өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде ескереміз және алдағы уақытта қандай тақырыпқа видео түсіру керектігін де жазуды ұмытпаңыздар. Біз сіздердің өтініштеріңізді қарайтын боламыз.